Оңтүстік өңірлік қолбасшылығында одан алдындағы борышын өтеген 1000-ға жуық сарбаз бүгін үйлеріне оралады. Олар бір жылда қорғаныс өнеркәсібінің озық технологияларын игеріп, әскери техниканы меңгеріп, жауынгерлік қабілетті шыңдады. Байтақ еліміздің 4 тарабынан келген сарбаздарды салтанатты шығарып салу рәсімінен тілші репортажы. Тараз қаласындағы бұл әскери бөлімде мерекелік көңіл-күй. Сарбаздарды шығарып салу салтанатына соғыс және сала ардагерлері мен әскери патриоттық клуб жеткіншектері де қатысып, ізгі тілектерін білдірді. Күнделікті жауынгерлік даярлықтың арқасында, спорт даярлығының, дене шынықтыру даярлығының арқасында бүгінгі таңда өздерінің белгілі бір дәрежесіне жетіп отыр. Ең бастысы олар нағыз әскери достықтың не екенін біліп, өздерінің үйлеріне нағыз ержүрек азамат болып қайтып бара жатыр. Әскери борышын өтеген сарбаздар бір жыл бойына отан қорғау ісінің қыр-сырына қанықты, құрыштай шынықты. Жауынгерлердің 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар шыққандары арнайы марапатқа да ие болды. Бұрын мектепте жүрген кезде осы автомат калашниковын шашып жинаған болатынбыз. Бірақ әскерге келгелі бері менің өзімнің жеке көрсеткіштерім одан ары жақсарды. Осы көрсеткіштерім жақсарғанына байланысты мен өзімді өте жақсы деңгейде көрсете аламын. Әскери өмірдің арқасында өзім денсаулығымды шынықтырдым. Және де әскери өмірдің арқасында осы жерде жұмыс істеп қалғым келеді. Дәстүрге сай әскери нышандар қайта тапсырылып, жауынгерлер оқу алаңынан соңғы рет жүгіріп өтті. Ал мұндағы сардарлардың алдында жаңа міндет. Жаңадан келген жас ұландарға әскери тактиканы үйретіп, жауынгерлік қабілеті шыңдалған жаңа лекті дайындауға кірісіп те кетті. Гаухар Ырысбаев, жаңалықтар қызметі.